Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында небәрі бір жұмыртқадан осындай керемет кекстер дайындайтын боламыз. Кекстеріміздің құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Барлық үйде табылады деп ойлаймын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз, жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепті төменде описанияға қалдырып кеттім, қыздар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Енді алдын ала дайындап қойған сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы рецептпен менде 12 штук кекс шықты. Енді айранымызды құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Айранымыздың температурасы маңызды емес, қыздар. Менде салқын айран болды. Енді ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Және үстіне қопсытқыш салып жібердім, бір шай қасық. Аз-аздан салап отырып, осылай араластыратын боламыз. Какаомызды да саламыз енді. Електен өткізіп, тағы да жай-жай араластырып отырып, массамыз дайын болғанша қосайтын боламыз. Міне осындай масса, қоймалжың масса дайын болды, қыздар. Дайын болған массамызды енді формаларға құйып пісіріп алатын боламыз. Осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойыңыздар 180 градусқа. Формаларымызды алып, осындай қағаз қоймай-ақ майлап пісіре берсеңіздер болады. Немесе силиконды формаға да салып пісіре берсеңіздер болады. Мен қағаз формаларын қойып шықтым. Әр формамызға толтырмай 2 ас қасықтан құйып шықтым. Осылай барлығына құйып аласыздар, қыздар. Барлық формаларымызға құйып болған соң, қызып тұрған пешімізде 180 градустағы. Мен 25 минут пісіріп алдым. Сіздер енді пештеріңізге қарап көресіздер. Қыздар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне пісіп шықты 25 минутта. Өте әдемі, биік, әрі жұмсақ болып шықты. Дәмі деген керемет болып шықты. Қыздар, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген осындай қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Міне дайын болды. Дәл осылайда жей берсеңіздер болады. Мен бірақ үстіне шоколад жақтым. Шоколадымызды да қолдан жасадым. Рецепті төменде қалдырып кетем описанияға, қыздар. Міне дәл осылай шоколадымызға малып, алдын ала кесіп дайындап қойған құлпынайларымызды қойып шықтым. Дастархандарыңызға одан сайын әр беретін болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, қыздар. Осымен шоколадты кекстарымыз дайын болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі, жұмсақ, дәмі деген керемет болып шықты. Егер менің видеом ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын, сау болыңыздар.